Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің тақырып витаминдер тақырыбы, яғни витаминдердің биохимиясын талдайтын боламыз. Өзі вита сөзі латын тілінен аударғанда өмір деген мағынаны береді. Қазіргі кезде 20-ға жуық дәрумен белгілі. Олар адам организмінде осы организмнің қалыпты өсуі үшін, физиологиялық процестер үшін, сонымен қоса биохимиялық процестердің қалыпты жүруі үшін өте маңызды болып келеді. Олардың көпшілігі, мысалы В1, В2, П витаминдері, бұлар коферменттер құрамында болатын болса, ал кейбіреулері маманданған қызметтер атқарады. Дәрумендер немесе витаминдер деп отырғанымыз химиялық табиғаты, құрылысы әртүрлі өсімдіктерден немесе микроорганизмдерден синтезделетін төменгі молекулалы органикалық заттар болып табылады. Дәрумендердің ағзада жеткіліксіздігі немесе оның артық болуы бір қатар өзгерістерге алып келеді. Бұл гипервитаминоз, ағзада витаминдердің артық болуы, гиповитаминоз, олардың жетіспеушілігі, сонымен қоса дисвитаминоз, яғни витаминдердің теңгерімсіздігі, бұл деп отырғанымыз балансының бұзылысы, және авитаминоз, А бұл жоқ деген мағынаны білдіретін болса, бір витаминнің толық түрде болмауын айтамыз. Енді дәрумендердің жіктелуіне келетін болсақ, химиялық құрылысы және физика-химиялық қасиеттері, бұл ерігіштігі бойынша дәрумендер екі топқа бөлінеді. Бірі бұл суда еритін витаминдер, оған көбінесе В тобының витаминдері, және екінші топ майда еритін дәрумендер. Суда еритін дәрумендердің атауын айтып өтетін болсам, В1 дәрумені тиамин, В2 дәрумені рибофлавин, ПП дәрумені немесе никотин қышқылы, никотинамид, немесе В3 витамині деп атаймыз, пантотен қышқылы, В5 дәрумені десек те болады, В6 дәрумені пиридоксин, биотин немесе H дәрумені, фолий қышқылы немесе В9 дәрумені, және В12 дәрумені кобаламин деп атасақ болады, С дәрумені аскорбин қышқылы, П дәрумені биофлавиноидтар. Яғни майда еритін дәрумендерге А дәрумені ретинол, Д дәрумені холекальциферол, Е дәрумені токоферол және К дәрумені филохинон дәрумендері жатады. Суда еритін дәрумендер организмге қажет мөлшерден артық түссе, суда жақсы еритін болғандықтан тез организмнен шығарылып отырады. Ал майда еритін дәрумендер, майда жақсы ериді, тамақпен түскен артық мөлшері организмде жиналып отырады. Олардың организмде көп жиналуы зат алмасу процесінің қалыпты жағдайдан ауытқып, гипердәрумендікке алып келуі мүмкін. Ал бұл асқынған жағдайда өлім қаупінде тудыра алады. Келесі бірінші дәрумен бұл В1 дәрумені. В1 дәрумені жаңа айтып өткенімдей суда еритін дәрумендерге жатады. Оның атауы тиамин. Дәрумен көріп тұрғандарыңыздай метинді көпіршемен байланысқан пиримидинді және тиазолды сақинадан тұрады. В1 дәруменінің көздері. В1 дәруменін ең алғаш рет 1912 жылы Функ кристалды түрде бөліп алған болатын, және ол табиғатты өсімдік астық дақылдары болып келетін күріш қабықтарында, бұршақ, фасоль, соя деген секілді астық өнімдерінде кездеседі. Ал жануарлар организмінде В1 дәрумені тиаминнің дифосфорлы эфирі түрінде кездеседі. Ол организмде бауыр, бүйрек, ми және жүрек бұлшықеттерінде тиаминнің АТФ пен тиамин киназы ферменті арқылы синтезделуі нәтижесінде түзіледі. Ары қарай тәуліктік қажеттілігі. Ересек кісілерде орташа 2-3 мг қажет, бірақ В1 дәруменіне мұқтаждық тамақтың құрамына, сонымен қоса жалпы калориясына, зат алмасу процесінің қарқынына және жұмыс істеу қарқынына тәуелді. Тамақтың құрамында көмірсулық компоненттің көп болуы дәруменді көп қажет етеді, ал майлар көп болатын болса, бұл қажеттілік күрт төмендейді. В1 дәруменінің биологиялық рөлі. В1 дәрумені тиаминнің дифосфорлы эфирі түрінде 3 фермент және 5 коферменттік комплекстің құрамына кіреді. Бұл деп отырғанымыз пируват және альфа-кетоглутарат дегидрогеназалық комплекс құрамында болып, пируваттың және альфа-кетоглутараттың тотыға декарбоксилдену реакцияларына қатысады. Транскеталаза құрамында ТДФ,
яғни тиаминнің дифосфорлы эфирі глюкозаның пентозофосфаттық жолмен өзгеріске ұшырау реакцияларына қатысады. Яғни бұл деп отырғанымыз альфа-кетоглутарат, тотыға декарбоксилдену реакциялары, бұлардың барлығы организмде өте маңызды рөл атқаратын процестер болып табылады. Міне осы маңызды процестерге В1 дәрумені осы ферменттердің құрамына және коферменттік түрде олардың құрамына кіреді. В1 дәрумені жетіспегенде негізгі және тек осы дәруменнің жетімсіздігінде дамитын полиневрит байқалады. Оның негізіне жүйке жүйесінің дегенеративті өзгерістері жатады. Алдымен жүйке бағанасының бойымен ауырсыну сезімі, әрі қарай тері сезімталдылығы жойылып, сал ауруы дамиды. Яғни бұл деп отырғанымыз бери-бери ауруы. Аурудың екінші белгісі бұл жүрек қызметінің бұзылуы. Суретіне келетін болсақ, біріншісі құрғақ белгісі және екіншісі жүректік белгісі болып табылады. Жалпы бери-бери ауруының клиникалық көрінісі осындай болады. Яғни жүректік белгісінде бұл жүректің өзінің ритмінің бұзылуы, жүрек аймағында ауырсыну сезімінің болуы деген секілді көріністер болады. В1 дәрумен жетіспегенде сонымен қоса ас қорыту жолында бөліп шығару, жиырылу қызметтері, асқазан сөлінің қышқылдылығының төмендеуі, тәбеттің жоғалуы, ішек тонусының төмендеуі байқалады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, сізге қандай да бір пайдасын берген болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.